кілті бар. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, басқа хадис шарифтерінде біздерге былай суреттеп береді. Барлық нәрсенің кілті болады дейді. Дәл сол сияқты жәннаттың да кілті бар дейді. Жәннаттың кілті намаз, намаздың кілті дәрет деген. Қадірменді жамағат, осы жәннатымыздың кілті болған намазды, намазымыздың кілті болған дәретті баршамыз өзімізбен бірге алып жүрейік. Бұл дүниеде өзімізбен алып жүрсек, ақыретте алдымыздан құлым жәннатқа кіре ғой деген кезде, я Алла, жәннат есігі жабық тұр екен деген кезімізде, құлым оған, мен саған ол кілтті саған бергенмін дүниеде дейді екен. Сонда біз бұлай қалтамыздан кілтімізді іздеген кезде, кілт жоқ қой деген кезде, ол намаз еді.